Сәлем достар. 17-ші сабақтың үй жұмысын сіздерге айта кетейін. Бірінші A тапсырмасын орындаймыз. Бұл кәдімгі қарапайым кроссворд. Осыған дейін бірінші рет орындағанбыз. Сөздік қорды еске түсіру үшін. Одан кейін B тапсырмасында орындаймыз. Бұл жерде мына сөздер берілген. Сол сөздерді бізге қойып шығуымыз керек. Мысалы, you can use the elevator to go upstairs. Сіз лифтті жоғары көтерілуге қолдансаңыз болады. You can swim in swim, жүзу, иә. Оны сразу білеміз, что swimming pool. Бұл жерде бассейн болады. Дәл сол сияқты, мына оқып отырып, мағынасына қарай қойып шығасыздар сөздерді. Грамматика бөлімінде орындап жүріңіздер. There is, there are конструкциясын қолданып. Мысалы, there is a bed. Бұл бөлменің ішінде не бар, иә? Бұл бөлменің ішінде төсек бар. There are some pillows. Бірнеше бізде жастық бар. Lamp. There is деп соның бәрін қойып, there is a table деген сияқты there is there-аны қолданып, сіздер бос орындарды толықтыруларыңыз керек. Енді әдеттегідей listeningді орындайсыздар. Қонақ үйге келіп жатыр екен, receptionда. Мынау жазылған сөйлемдер болады, мінеки сұрау сөйлемдер, иә? Are there any elevators? Мына сөйлемдерін бірінші оқып шығасыздар. Мысалы, сосын мағынасын түсініп аласыздар. Бұл жерде лифт бар ма дейді. Тыңдап отырсыздар ғой, жоқ екен, no белгісіз. Келесі, is there an ocean view? Мұхитқа шығатын көрініс бар ма дейді, яғни вид на океан есть. Осындай сұрау сөйлемдерді мінеки я жоқ белгілеп отырасыздар, иә, мұқият тыңдап отырып. Мына сөздерді әдеттегідей дәптерлеріңізге жазып жаттап аласыздар. Сонымен бүгінгі үй тапсырмасы осы. Міндетті түрде орындаңыздар. Сіздерге сәттілік, сау болыңыздар.